Сәлем қыздар, бүгін біз осындай зебра песочное печенье дайындаймыз. Өте дәмді болып шығады. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Ал мен рецепті бөлісімен бастаймын. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды саламыз. Одан кейін ерітілген немесе бөлме температурасында тұрған сары май, қант, разрыхитель салып, крошка жасап аламыз. Крошка жасап алғаннан кейін бір жұмыртқа қосып, жұмсақ қамыр елеп аламыз. Міне қамырымыз дайын болды. Қамырымызды екі бөлікке бөліп, біреуіне какао қосып, жақсылап илеп алатын боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын, ақ-қара болып шығады. Оларды домалақ етіп, қара-ақ етіп, қолымызға орналастыратын боламыз. Одан кейін осылай екі қолымыздың алақанымызбен айналдырған кезде осындай әдемі печенье шығатын болады. Жері 170 градуста 20-25 минуттай пісіріп алатын боламыз. Біздің печеньеміз осындай болып шығады. Жасап көріңіздер, менің каналыма тіркеліп кетіңіз.